бітіп қалды ма не уже? Beautiful girl. Бұл бізде present continuous. Белгілі вайнер. Ол небәрі түрде ағылшын тілінде. Шығып келіңіз деген ағылшынша қалай еді? Приятного просмотра. Бізде бүгін 5-ші бөлім. Сіздер қарай беріңіздер. Ал мен кофемді ішіп, мына кітапты оқып алайын. Қызық кітап сияқты. Приятного просмотра. So this is present continuous. For example, I am watching football match. Here's subject is I and to be is am and verb watching. And we here add ing because it's present continuous. Апай, шығып кетсем бола ма? In English. Beautiful girl. Қалай? Britney Spears. Қалай еді? Брат, мен білмеймін, ана қыздан сұрашы. Білмейсің ба? Гүлдана. Шығып келіңіз деген ағылшынша қалай еді? Гүлдана, қойшы, білесің ғой, айтшы, шығып келу керек маған, срочно ішім ауырып тұр. Айтпаймын. Гүлдана, айтшы, шығып келейін деген қалай болады? Срочно шығу керек маған. Can I open the window? Teacher, can I open the window? Yeah. Осындай ситуацияға қалмас үшін ағылшын тілінде мен сыртқа шығып келейінші деген қалай болады? May I go out? Жаттап алыңыздар. May I go out? Hey friends, how are you? Бүгін бізде көптен бері көп адамды мазалап жүрген, көп адам түсінбей жүрген тақырып ол артикль. Сонымен артикль дегеніміз не? Оны қалай пайдаланамыз? Сол туралы сабақты бастайық. Артикль дегеніміз қазақ тілінде және орыс тілінде мүлдем жоқ, бірақ ағылшын тілінде бар, өзі біртүрлі бір сондай грамматика. Сонымен артикльді қай уақытта қолданамыз? Біріншіден артикльдің түрлері ол екі түрі бар: definite және indefinite. Definite артикль дегеніміз нақтыланған, нақты бір затқа қатысты. Ал indefinite, яғни нақты емес, жалпы айтқан бір затқа қатысты. Біріншіден, ол indefinite артикльдің түрлері, ол біз білетін және n. Ал definite артикль ол the. Сонымен n-ді талдайық бірінші. Қай уақытта біз n-ді қоямыз? Біріншіден, егерде біздің сөзіміз зат есім болса, екіншіден саналатын зат есім болса, үшіншіден ол жекеше формада тұрса. Мысалға, a book. book деген кезде сіздер мен нақты қай кітапты айтып тұрмын білмейсіздер. Бірақ бір кітап туралы әңгіме болып жатыр, иә? Book бізде зат есім, жекеше формада тұр және саналады. Сол үшін алдына түседі. Ал n егерде біздің сөзіміз дауысты дыбыстан басталса. Мысалға, an apple. I have an apple. Менде алма бар. Ал қандай алма, оның түсі қандай, ол дәмді ме, оны ешкім білмейді. Сол үшін оның алдына n артикль түседі. Ал егерде мен I have apples деп алманы көп шетірге ауыстырып жіберсем, онда бізде артикль жоқ болып кетеді. Сонда артикль тек қана үш ереже орындалған жағдайда орындалады. Ол зат есім, саналатын және жекеше формада. Ал енді the-ні талдайтын болса. The артиклі ол нақтыланған, яғни definite, нақты бір зат туралы. Мысалға, give me the book. Мына кітапты берші маған, мына кітап. Яғни мен мына бір нақты көк кітап туралы айтып тұрмын. The book is blue. Мына кітап көк түсті. Сіздер мен қай кітап туралы айтып тұрғанды біліп тұрсыздар. Сол үшін оның алдына the артиклі қойылады. Және де the артиклі манағы үш етістікке бағынбайды. Кешіріңіздер, үш ережеге бағынбайды. Яғни ол зат есім болу керек, бірақ саналатын, саналмайтын зат есімнің, жекеше көпше зат есімнің де алдында тұра береді. Бірақ жер су аттары, қалалардың алдында біз артикльді мүлдем қоймаймыз. Тек қана бізде ол жаңағы исключение дейміз ғой, ол the United States, the United Kingdom және the United Arab Emirates. Болды. Ал енді осы артикльдермен қосып, біз қазір сіздермен demonstrative pronouns-пен танысамыз. Demonstrative pronouns дегеніміз сілтеу есімдіктері. Ол не бары төртеу ағылшын тілінде? Ол this, мынау, this book, that,
анау, мысалға that man, ана кісі. Және де these books, мына кітаптар. Және де those men, ана ер адамдар. Немесе those people, ана адамдар. Яғни this менің қасымда жекеше формада, ал these менің қасымда көпше формада. That менен алыс жекеше формада, those менен алыс көпше формада. Осы төрт есімдіктің түрі және де артиклді бүгін сіздерге түсіндірдім. Енді жақсынап түсініп алды деген ойдамын. Түсініп алсаңыздар, мысалдарыңызды жазып кетіңіздер. See you. Сәлем достар, бізде бүгін қонақта белгілі Вайнер Қайсар. Қайсар, қош келдіңіз. Қош көрдік. Біз бүгін сізбен бірге Classroom Language, яғни ағылшын тіліндегі сыныпта айтылатын фразалармен танысатын боламыз. Сонымен дайынсыз ба? Дайынбыз. Келгеніңізге рахмет, онда кеттік бастайық. Бірінші бізде to complete the sentences. Бұл жерде complete етістігі, яғни сөйлемдерді толықтыру немесе аяқтау. Мысалға сізге бір сөйлем береді, сол жерде бір етістік жетпеуі мүмкін. Сол кезде айтады complete the sentence, сол кезде сіз сол етістікпен сөйлемді толықтырасыз. Толықтыру. Complete. Repeat, please. Complete. Complete, thank you. Next, match the definition to the words. Яғни match. Match деген сөз, ол бізде сәйкестендіру. Мысалға сізге бір сөз береді, соның анықтамасын табу керек. Сол кезде ана бүйтіп стрелканы әкеліп, екеуін біріне жалғап, это matching. Match деп аталады. Стрелкалар, иә, бүйтіп бір-біріне жалғаймыз. To match. To match. Next, answer the question. Оны біле шығарсыз. Answer the question. Answer the questions білеміз. Яғни сұраққа жауап беру. Келесі, to fill the gap. Gap деген бұл жерде бізде бос орындар. Тағы да жаңағыдай бірінші complete сияқты. Бос орын, сөйлемдегі бос орынды gap дейміз, ал оны to fill, ол соны толтыру. Мысалға тұрады жаңағыдай I listen to music деген кезде, мысалға listen деген сөз жетпесе, сіз соны толықтырасыз. Next. Ал біз complete the gap деп айта аламыз ба? Yes, complete the gap деп те айта аламыз. To fill the sentences деп те айта аламыз. Екеуі бір-біріне синоним. Келесі, cover the text. Cover деген сөз ол бізде жабу, яғни текстті, мысалға сізге текст береді, сіз соны оқисыз, сізден мұғалім айтады cover the text and retell, яғни текстті жауып, маған айтып беріңіз, түсінгендігіңізді. Сонда текстқа қарамай айтып беру. To cover деген бетін жабу бір нәрсені. Cover деген еще альбом емес, журналдардың бетінде. Журналдардың беті. Cover, да. Next, go to page, мысалға 86 бетке барыңыз, немесе open the page 86, 86 бетті. Open немесе go to. Yes, go to. Келесі, do the exercise, ол оңай, да? Do the exercise, жаттығуды жасау керек. Next, to cross out the odd word. Яғни, to cross out, сізге мысалға бір қатар сөз береді. Мысалға түстер тұрады делік, black, red, green дейді, и соңында мысалға spring деген сөз тұруы мүмкін. Бізде spring артық сөз. Иә, сонда ол cross out артық сөзді сызып тастау. Cross out сызып тастау. Next, to tick. Tick деген ол бізде птичка. Птичка. То есть екі жауап беріледі, соның қайсысы дұрыс? To tick the right answer. Немесе to choose the right answer. Choose, tick екеу бірдей. Да, tick ол просто белгі қою, ал choose ол таңдау. Сонымен кеттік бірге оқып шығайық басынан бастап. 1, 2, 3. Complete these sentences. Match the definition to the words. Answer the question. To fill the gap. Cover the text. Go to page 86. Good job. Do the exercise. To cross out the odd word. To tick the right answer. To choose the right word. Excellent, thank you so much. Сіздің акцентіңіз күшті екен. I like it. Окей, сіздерге ұнады деген ойдамыз. Бұл сыныпта қолданылатын бір қатар фразалар тобы. Сонымен жаттап алыңыздар. Қайсар, thank you for coming. Thank you for calling. Шаққандарыңызға рахмет. Сіздерге сәттілік тілейміз ағылшын оқуда. Қарағаныңызға рахмет. Thank you, goodbye. Сәттілік. Бітіп қалды ма не уже? Қой, енді екінші грамматика бар ғой. Қарай беріңіздер, мен оқып алайын. Мен қазір кітап оқып отырмын. Менің дәл қазіргі істеп жатқан іс-әрекетім ағылшын тілінде болады present continuous. Present continuous дәл қазір осы моментте біз не істеп жатырмыз, соны айтады. Яғни, мына қосымша.
сонымен present continuous'тың формуласы, яғни сөйлемнің құрылысы, ол бізде subject бірінші, яғни бастауыш, plus to be біз білетін үш етістік am is are, және де үшіншісі verb ing, яғни етістікке ing жалғауын жалғаймыз. Сонда I am reading a book. Мен кітап оқып отырмын. Ал егер де бізде сөйлем негатив болатын болса, яғни мен кітап оқып отырған жоқпын қазір енді. I am not reading a book. Мен кітап оқып отырған жоқпын. Ал сен не істеп жатырсың? What are you doing? Яғни are you біз to be мен бастауыштың орнын ауыстырсақ сұрақ болып шығады. Are you sleeping? Сен ұйықтап жатырсың ба? Are you watching my video? Сен менің видеомды қарап отырсың ба? Бұл бізде present continuous. So, I have finished present continuous. Енді мен Jenga ойнаймын. I am playing Jenga. And what are you doing? Write down on your comments. Комментарийға өзіңіздің не істеп жатқаныңызды жазып кетіңіз. Біз тексеріп береміз. Present continuous түсінікті болды деген ойдамын. Және де present continuous'та қолданылатын time expressions'ның түрлері ол екеу. Ол right now, қазір, және де at the moment. Осы қазіргі моментте. I am speaking English right now. I am not sleeping at the moment. Are you watching TV right now? Yes, I am. No, I am not. Бұл бізде present continuous. Бесінші бөлім бітті. Енді алтыға дайындалу керек.